Менің есімім Айнагүл Халыққызы. Айна Халық брендінің қалаушысымын. Ательем бар өзімнің. Қазіргі таңда сол тапсырысқа киім тігіп, өзімнің топтамамды шығарып, солай жұмыстан жатырмын. Негізі мен тігіншілікке кәдімгі арнайы оқып, соның маманы болып, солай жұмыс жасап келе жатырмын. Ең алғаш киім тіккен кездерім бұл балалық шағымда десем болады. Есімде қалғаны 7-ші сынып оқып жүрген кезде өзіме жазғы көйлек тіктім. Оған дейін анам өзіне киімнің бәрін тігіп алатын еді. Соның қасында жүріп, айналшықтап жүріп, қалдық маталарын күтіп жүріп, қуыршақтарыма киім тігетінмін. Еміс-еміс сол есімде. Сосын анам тоқыған кезде, ол кезде аяққа киетін шұлық бәрін тұрақты өзімнің таңдауым болды, тігінші боламын. 11 бітірген кезде мен түгел өзім киімдерім бәрін тігіп алып жүрмін. Костюм, шалбармен, жакетмен, сондай киімдермен оқуға түскенде солай өзім тіккен киімдерім болды. Гардероб бәрі өзім тіккен киімдер болды. Қазір ойласам, сон қалай тіккенімді білмеймін. Енді журналдардан қарап жүрдім, бурда журналдардан. Сосын тігіншілікке барам дедім. Тігіншілікке құжатын тапсырып, оны бітіргеннен кейін оның ішіне қосымша қолөнерден көп курстар болды, соның бәрін оқыдым. Одан кейін еңбек пән мұғалімінің Қарағандылық бір колледждің несін алып келіп, программасын бізге пилотный жоба. Соны оқыдым, еңбек пән мұғалімі мамандығын алып шықтым. Содан кейін 97-ші жылдар жұмыс жоқ кез мектепке шақырды мені, еңбек пән мұғалімі. Сонда барып 4 жыл жұмыс жасадым мектепте, қала мектебінде. Қыздарға еңбек пәніне сабақ бердім. Оның ішінде тігін үйретеміз, қолөнер, барлық түрлері. Бірақ та мектепте бәрі жақсы болды, кәдімгі жақсы нәтижелерге жеттім. Дегенмен де маған бір нәрсе жетіспей тұр. Сосын ойлана келе, ойланып жүрген кезде маған ұсыныс түседі, салон Марияға закройщик керек деп. Еңбек демалысында жүрсің ғой, бәрі 2-3 ай не істейсің, жүршеш деп бір құрбым шақырды. Соған барып жұмысқа кіріп кеттім де, сосын маған өзіме шығармашылық жетіспейді екенін соны түсіндім. Мектептің жұмысынан бөлек балалармен жұмыс жасайсың да, өзің отырып шығармашылық жұмыстан алмайсың. Сөйтіп мен мектептен шығып кеттім. Түбегейлі шығып өз еркіммен тігін саласына кеттім. Өзім тігін саласы кішкене ақсап қалған болып тұр ғой, сол өзіме ұнап, закройщик болып жұмыс жасадым. Содан декретке шықтым, тұрмысқа шығып, бөпем көрінбесін. Ары қарай айы салонына ауыстым. Өз еркіммен закройщиктің жұмысы тағы да ол басқаша жұмыс. Үнемі тек клиентпен жұмыс жасайсың, киім пішесің, оснарок жасайсың, бұл тігу опять қалып қойды менде. Сосын тігіншілікке кеттім. Айы салонына барып, киім тігіп жүрдім. Той көйлектерін, ұлттық киім, неше түрлі бишілердің киімін. Сосын ол жерден де жалықтым. Ол жерден де жалыққанда үнемі бір сарын тапсырысқа тіге бересің, кішкене шаршап кеттім ба, әлде жалып кеттім ба, оны да тастап, өзім ателье ашайын деп, өзім ателье ашып, оған дейін арасында колледжда мастер болып жұмыс жасадым. Ателье ашып, өзімнің кәсібімді бастайын деп, сол бастағанына бір 15 жылдай болған шығар. 15 жыл өзімнің кәсібіммен жүріп келе жатырмын жұмыстан. Бұл жерде жеке тапсырыстар қабылдаймын мен өзім ательеде. Сосын 10 шақты жылдан асты қолөнермен айналсам. Қолөнер баяғыдан өзіме ұнайды. Бала кезімнен кестелеген, тоқыған өте қатты ұнайды. Соны қатар алып жүріп келе жатырмын қазір. Қолөнердің басымдылық беріп тұрған түрі киіз басу. Ол киіз басуды неге таңдадым? Киіз басу ұмытылып кетті.
біздер оқыған кезде бізге үйретті киіз басуды, жаңа колледжда қалай киіз басылатын, шит оқитын бәрін үйретті де, соны жаңғыртқым келді. Бұл кезде интернет, әлеуметтік желі жоқ. Басқа елдерде ол киіз басу керемет дамып кеткенмен ойыма да кіріп шыққан жоқ. Өзімше сол киіз басуды жаңғыртайын, бұрын әжелеріміз киіз басатын еді, соны қайтадан қолға алайын деген мақсатпен бастадым. Сосын бастап жүріп қалалық жәрмеңкелерге қатыстым, бір құрбым шақырып, солай қолөнершілермен таныстым. Солай жұмыс қызып жүріп кетті. Сосын бір күндері жаңа мені халықаралық көрмеге шақырды Астанаға. Сол кезде барғанда кәдімгі таң қалдым. Қазақстанның 25 шебер келді, киіз басу шеберлері тек қана. Олармен танысып, жұмыстарын көріп, тәжірибе алмасып, керемет шабыттанып келдім. Ары қарай сол киіз басумен, киім тігумен, киімнің ішінде де бұрын мен әмбебап тігінші едім. Барлық кез келген кім келіп қандай киім тапсырыс береді, тіге беремін. Қазір тек жаңа ұлттық нақыштағы күнделікті киетін ұлттық киім тігу, көбіне сондаймен айналысам. Және де сәнді көйлектер тігем. Және де киіз басумен киім, бас киім, аяқ киім, жаңа аксессуарлар сондаймен айналысам. Одан бөлек екінші кәсіптік колледждің тәлімгері болып қызмет атқарамын, жұмыстамын. Оқушыларға жаңа серіктестікпен студенттерге үйретем, жаңа қолөнер, тігін, тәжірибеге келеді маған. Сөйтіп колледждің мұғалімдермен бірге жұмыстанып, тәжірибе алмасып жұмыстанып жатырмыз. Жас ұрпаққа, жаңа студенттерге, мектеп бітіретін оқушыларға айтарым, мен осы өмір жолында тігіншіліктен бөлек мамандық алғаннан кейін де ізденіп, үнемі бір нәрсені үйреніп жүрем. Қазір ойлап қарасам, әлі күнге дейін білмейтін көп екен. Адам үйренген сайын өзінің ештеме білмейтінін түсінеді екен. Осы жасқа келгенде түсінгенім, мен әлі де білмейтін нәрсем өте көп, әлі де оқығым келеді, үйренгім келеді, шама келсе. Оның ішінде жастардан да үйренеріміз көп екен. Бір қызығы, бұрын ойлайтын едік, тәжірибесі мол адамнан үйренсем екен деп. Бірақ біздің заманымыз бөлек болды, қазіргі заман басқа заман. Біз жастардан үйренеміз, жастар біздерден үйренеді. Адамның жалпы толысуы, жаңа кемелденуі, ол ешқандай шегі жоқ, бітпейтін сондай құбылыс.